10 yıl, 15 yıl neredeyse görmüş günde bir şeyde bizim Muratlar da var o bilirsin. Bu kadar yaptaydı. Şeyde görmüş günde. Ya kötülük avratma dergelerin psiki dispanserine cında bundan endi spesialitet gereği yok. 3-4 konat kudalar olsunda adam tanımastay ol özgürür. Bunun da kelimetine toqtarımız arғы түкпірде баспалдақпен көтерілсе тас қазан бар. Қазанның суы ана жұтынбан үймелі өртқан суы, бірақ ол су киелі су еді, қасиетті су еді, онда құн қалмады. Онда құн қалмады. Өйткені келген адамдар оның құрамында 9%-дан жоғары күміс бар. Күміс мынау медицинада таза күйінде адам денсаулығына пайдалы екен. Бірақ оған адам қолының кірі тамғансын, оны ішке қабылдасаға ұрып қаламыз ғой. Сондықтан жолақ керек жоқ. Оның үстіне пандемия жүріп жатыр. Алланың кереметі. Мынау октябрь айында менен басқа ешкім қалмайды. Аңсанда жұлдыз келіп кетеді, маған байқаған ба, амансың ба, нағашы қалың жақсы ма, туысқан деп. Иә, ол солай ақ. Мынау 10 күнде адам аяқ баспаған кезде Құдай мақтаған жерсіздігі мен мақтайды. Ата бабам босағасын сыпырсын, ол да түкқа жарамайды. Ана қазанда су көтеріледі, баспалдақтан сырылдап ағып тұр. 11 күн ағады тоқтайды. Содан кейін келген адамдарға біз қолына ыдыс береміз. Мә, қолдарын жумаңдар, ішіңдер, алыңдар өздеріңмен. Ол келесі жылғы наурыз сәуірге дейін жалғасады. Мына жол кебеді, адамның түйсігінің жоқтығы ғой. Екі жоғары біліммен бар, тағы да қолын жуады соған. Айтамыз, айналайында үстіге алыңдар дейміз. Сөйтіп бірінші бөлігі мешіт бөлігі, екінші бөлігі қоналқы бөлігі, қанды қарада басын ектірген үшінші бөлігі қазандық бөлігі. Табиғи құрылым Қоңыраулеге қатысты 10 шақты аңыздың нұсқасы бар. Әрекем арғуаннан естіген бір шындыққа жанасатын аңызы мен шындық әлік қойдым. Ана жапон технологиясымен жасады, өзі қымбатақ. Өз аяғым сүйрелсем де, өзі соңымыздан бірдеңе қарсын деп, анада 2013-ті қойғанбыз. Ауа райының әсері жоқ. Онда айтылады, сонан Нұх пайғамбар заманда шәуле болып дейді. Құлан, қыран, қоңыр. Я, бабаларымен дауласпадық, олар болды. Мүмкін атамен, әженің немересі айтатын шығар, оған да көндік. Бірақ мұнда ғылым бар ғой. Біріншіден Нұх пайғамбар заманында кітап қалмапты. Екіншіден мен жұлдыз бауырымын сендіре алмаймын, сол заманда біреу қазақша сөйледі деп. Қалай сенеміз? Нұх пайғамбар заманында кім қалай сөйледі? Шындық сол, Нұх пайғамбар заманында өздеріңізге Қоңырау үңгірінің болған. Табиғи құрылым, уфология деген ғылымда осыдан 200 миллион жыл бұрын бұларда мұхит болған айтылады. Теңіз астының жанартау вулканы жарылып, оттың, ауаның, газдың, судың қысымменен теңіз астындағы балдыр балық пысық қапты. Мына қуырылған картопшақ құрамында динозавр бәрі бар дейді. Бұны табиғат шипі өзінде ақпарат көп ұстайды. Сіздермен біздер бойымызда энергия қуат бар. Ол моральдық тұрғыда, физикалық, рухани тұрғыда шаршайды. Біреумен де істеңізде жүзгіңізге тиеді ғой. Қоңырау ішінде отырғанда қабырғаға арқаңды қолын тигізсе. Я болмаса жаңағы айтатын болсақ, түлесек, алмасу жүрек, медитация, обмен вещества дейді. Ана орыстарда не ғылымда айтады, от человека забирает отрицательные энергии, балансирует кровообращение, растворяет мелкий тромб. Яғни адам бойынан жаман энергиясы сор болады екен. Қан айналу жүйесіне ретке келтіріп, ұсақ тромбқа теріп жібереді. Жаңағы 10 жыл, 15 жыл нәресте көрмей жүрген көтеріліп ауыратынын жазатын себебі болсын, бұның өзі ғылымда солай айтылады. Қоңырауленің жарықтық жазашы қоңыр салқын қыста жылы болады. Ана нөсерлеп жауған жаңбыр, мына мешіт бөлген бір тамшы кірмейді, осы босағадан ағып кетеді төмен. Қар да осы жерде қалады. Ішінде ақпан мен қаңтардың 30-35 градус аясында ар жағынан жылы леп соғып тұрады. Тура күмбездің ортасынан плюс 2 ішіп кетеді. Қанда қарада басын келетін босағадан 4-5, ана қоналқы бөлінде 8-11-14 күн соғып. Анда есігі ашық, өрмекші өрнегін өріп, шамшіркейлер шып жүреді. Су дегеніміз жылы болады. Ал енді басты дүние Қоңырауле бұл өзі кім? Кімнің атасы? Мынау келген құдаңыздың атасы ма? Сіздің атаңыз ба кім ол? Міне мәселе сонда. Бүгінгі күні біз ғылымда білетіміз 8 жерде Қоңырауле үңгірі бар екен. Сол Қоңырауле үңгірінің 5-еуі біздің ұлы Құран даласында. 8 бар екен, 8.